3 дня и отмен. Бүгін түнде 2 ішем, сосын ертеңнен бастап порталдан ішіп, 3 күн ішемін. Хорошо. бір жылдан кейін біз қозғалдық. Одан кейін күйеуім азоспермияға операция істетті. Одан кейін тағы 1 жыл оның операциясын күтіп, 19 жылы үйлендім, 21 жылы ноябрьде босандым. Үйленгеннен босанғанға дейін 2 жыл уақыт. Енді бірінші жүктілігім қызым уже 4 жаста. Прям осы жолы қатты уайымдап жүрмін, себебі кішкене екінші попытка неудачно болған еді. Ол жайлы надо говорить. Бізге Қызылтудан пациентіміз келді. 2021 жылы бізде қызымыз бар. Қызымыз эко арқылы дүниеге келген. Диагнозы өте ауыр болатын пациенттеріміздің азоспермия деген. Бірақ азоспермиямен біз көбінесе айтамыз, оң нәтижеге жетуге болады. Қорқпаңыздар, эко жасатуға болады. Яғни біздің уролог-андрологтардың көмегімен микрохирургиялық операция жасап, андрологтарымыз ерден біздің пациентіміздің күйеуінен шәуетті тауып, сол арқылы эко жасап, қызымыз дүниеге келді. Одан қызымыз 4 жасқа толғаннан кейін тағы қатырылған эмбрионды салып беріп едік. Міне бүгін қуанышты бізде жаңалық тағы да 2-ші сәбиіне қол жеткізіп отыр. Сондықтан біз көптеген пациенттерімізге үміт сыйлағымыз келеді. Міне пациентімізді көрсетіп, оң нәтижеміз осындай бар. Сіздер де сәбилі бола аласыздар, жүктілікке қол жеткізуге болады. Тек қана сенім болу керек, және де қорықпау керек. Армандар орындалады деп біз бекер айтпаймыз ғой. Сондықтан жалпы ерім ұжымы сіздерге көмектесуге дайын. Келіңіздер, біз сіздерге көмектесеміз, сіз де ана боласыз. Рахмет.